Сәлем қыздар, бүгінгі тапсырма бойынша сіздермен қазір Instagram желісіндегі, әлеуметтік желідегі никнейм көрсетпекпін. Никнейм дегеніміз міне Алипова 1225 деп тұр, иә. Бұл никнеймнің ойлайтын шығарсыздар ешқандай мәні жоқ, оның қандай маңызы бар деп. Мұның маңызы өте зор, өйткені осы никнейм дұрыс бізде жазылса, мына поисковикке мына жерге мысалы пирог десек, иә, мысалы пирог бойынша міне қаншама профильдер шықты, иә, қаншама страницалар шықты. Осы алдыңғы қатарда болу үшін сіздің аты мына никнейміңіздің арасында точка болғаны жақсы. Міне Мөлдір Әуебекова продакшн деп тұр, иә. Мысалы, осындай точка болған дұрыс, нижний пробелдан көрі. Мысалы, Нұргүл десек, Нұргүл. Міне Нұргүл Нұрланова деп шықты, иә. Нұргүл точка Нұрланова. Значит, бұл қыздың никнеймі дұрыс жазылған. Міне Нұртазаева точка Нұргүл депті. Бұл кісілердің профиль никнеймі дұрыс жазылған. Ал егер де мынадай белгілерден бастап жазылатын болса сіздің нелеріңіз, бұлай ешкім іздемейді ғой. Инстаграмға кіргенде адам ең бірінші сөз жазады, мысалы торт деп жазу мүмкін, иә. Міне көрдіңіздер ме, торт принцесса немесе меренга кірігі деп шықты. Осы никнеймді дұрыстап жазғандарыңыз дұрыс. Негізі ешқандай цифрсыз, ешқандай белгісіз болған дұрыс, бірақ та енді көптеген атаулар уже алынып қойғаннан кейін, мысалы Алипова Нұргүл деп жазсам, ондай атау уже бар, иә. Алипова Нұргүл деп жазсам, мұндай никнейм, яғни мынадай тур осылай болып жазылатын уже никнейм бар. Мен тур осындай жазғым келсе, оны Инстаграм қабылдамайды. Егер қасына мысалы сан қоссам, Моника 25 мысалы, иә, не найдено результатов по запросу. Значит, мен никнеймді осылай қоя аламын. Өйткені бірде-бір мұндай страница жоқ. Бірақ та сандарсыз, осындай өзіңіздің ғана аты мен фамилияңыздан тұрғаны жақсы. Енді келесі сабақта біз шапка туралы әңгіме қозғаймыз. Никнейм туралы сабақ осымен аяқталды.